Дүниеде шешуші қиын тылсым көп. Қалабаевтар отбасы осыған көз жеткізіп отыр. Олардың айтуынша соңғы 5 жыл ішінде бұл үйдің ауласында таңғаларлық тылсым оқиғалар қайталанып келеді. Әуелі бүйірінде Алла деген жазуы бар қозы туды. Жақында маңдайында 7 саны ап-анық жазылған бұзау туды. Тылсымға қайта-қайта жолыққан отбасында тілшіміз болып қайтты. Қазақ халқы қашаннан 7 санын киелі санайды. Қызыл түсті маңдайында 7 саны анық көрініп тұрған бұзаудың тууы ерекше құбылыс деп санайды Қабылбаевтар отбасы. 7 цифр бар дегенде ойлағам, енді бір сондай 7-ге ұқсас бірдеңеге шартып. Барсам ап-анық. Бір қызыға осыған ұқсас оқиға 2007 жылыда орын алған. Құрбан айтқа бірер күн қалғанда қойы қоздап, қозысының бүйірінде Алла деген жазуы болған. Келін түс көріп түсінде мына қозыны айтқа шалып. Сосын сол мен қажылыққа кеткенде бұлар өздері айтқа шалып қойды. Бүйірінде Алла деген жазуы бар қойды құрбандыққа шалғаннан кейін отбасының 9 жыл күткен немересі өмірге келіпті. Отбасы соңғы жылдары балалар үйінен бала асырап алуды да ойласып жүрген. Бірақ күні бүгінге дейін қанша баланы қамқорлыққа алатынымызды білмедік дейді Айбат апай. Енді осы жағдайдан кейін олар 7 баланы бауырымызға басамыз деген шешімге келіп отыр. Өйткені қасиетті 7 саны жетістікке жетелейді дейді ерлі-зайыпты Қабылбаевтар. Мақпал Айбабина, Роза Мантаева, Данияр Омаров, Апта.